saat неше болды? Бұл күнделікті естіп жүрген әпуайы сорау сияқлы. Бірақ қалеген уақытта дүнияның әр жерінде уақыт әр түрлі болады. Мысалы, сіздер осы видеоны кешкі уақыт көріп отырған болсаңыз, тап сол уақытта басқа мемлекетте енді таң атып отырған болады. Ал күндіз көріп отырған болсаңыз, оларда түн болады. Жергілікті уақыт болса, сіздің қайсы уақыт зонасында тұрғаныңызға байланысты. Білесіз бе, күн давамында адамлар орташа 60 мәрте телефон һәм компьютеріндегі саатқа қарайды екен. Бар жоғы саат неше болды екен деп қараған уақыты болса, күн давамында дерлік ярым саатты иелейді. Сезгеніңіздей, бүгінгі санымыз уақыт хақында болады. Яғни алдын адамлар уақытты қалай білген һәм бүгінгі күнде не үшін дүния мемлекеттерінде саат уақытлары әрқилы һәм оларды кім белгілеген? Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егерде сіз тайын болсаңыз, уақытымызды кетірместен басладық. Уақыт бұл не? Дәслеп осы сұрауға тоқталсақ. Көз алдыңызға келтірің. Өмір үлкен кітап. Уақиялар болса, оның ішіндегі бетлер. Әрбір бетте қандай да бір уақия жазылған. Уақыт болса, сол бетлер ізбе-ізлігін һәм олардың қанша давам еткенін өлшейді. Уақыт уақиялар алдын һәм кейінді һәмде олардың қанша давам еткенін өлшеуге жәрдем беретін өлшеу. Ол себеплі біз күн режимін жобаластырамыз, тұрмысымызды тәртіплестіреміз. Физикада уақыт бұл саат көрсететін мұғдар, яғни біз саатқа қарағанда біліп алатығын нәрсе деп келтірілген. Ол хадиселер аралығындағы ізбезлікті һәм олардың давам ету уақытын белгілейді. Яғни бір уақиядан басқасына өту үшін қанша мүддет талап етілуін көрсетеді. Біз әзіргі заманда уақытты аңсат қана білуіміз мүмкін, бірақ әйемгі заманларда адамлар оны қандай анықлаған деп ойлайсыз. Бұрынлары адамлар уақытты есаплауды табиат хадиселері тикарында анықлаған. Яғни олар құяштың шығуы, батуы, терек һәм тас саяларының ұзаюы, ямаса азаюы бағыты арқалы анықлаған. Сондай-ақ түн һәм күннің алмасуын, жұлдызлар һәм планеталардың әрекетін бақылау арқалы уақыт аралығын белгілеген. Әйемгі мысырлықлар 12 жұлдыздың көкке көтерілуіне мас түрде түнді 12 уақыт аралығына бөлген. Олар күнді де тап сондай бөліп, біздің 24 саатлық күніміз мысырлықлардың кеш һәм күндізді бөлуіне тикарланған. Сонымен бірге олар саялы саат көрсеткішлерге ие ағаш бөлеклерді іслеген. Нәтижеде күнді 12 дәуір болатығын бұл сая ямаса құяш сааты бірінші саат болған. Құяш сааты сундиал. Бұл ең әйемгі уақыт өлшеу әспабы болып, планетамыздың құяш атрапында айлануы нәтижесінде пайда болатығын құяш саясынан пайдаланады. Ол жер үстіндегі тегіз белгілі нәрсеге орнатылған пышақ, таяқ ямаса гномын саясы жәрдемінде уақытты анықлайды. Оның саясы әр күні һәм жыл давамында әрекетленіп, түрлі орынларда сая ұзынлығы һәм бағдарын пайда етеді. Ең ескі үлгісі Мысырда біздің арамызға шекемгі 1500 жылларда L формасындағы тас болып, бүгінгі күнге шекем сақланған. Сондай-ақ Хиндистан һәм Тибетте болса, құяш саатының таяқ формасы кең түрде қолданылғанлығы айтылады. Бірақ құяш аспанда болмаған уақытларда, түнде, бұлытлы күндерде, ямаса жауық орынларда уақытты қандай есаплаған деп ойлайсыз? Бұл сұраулар әйемгі грек һәм бобилылардың жаңа ойлап табылуларына себеп болды. Солай етіп, клепсидра, яғни су сааты пайда болды. Клепсидра бұл екі ыдыстан ібарат әпуайы құрылма, яғни су сааты болып, жоғары ыдыстан су әсте төменгісіне ағар еді. Судың ағу тезлігі тұрақлы болғанлығы себеплі қанша уақыт өткені анық өлшеп барылған. Ол грек тілінен су ұрлаушы деген мәністі аңлатады. Бұл құрылма уақытты өлшеу үшін судың тұрақлы тезлікте бір ыдыстан екіншісіне ағуы
принципіне текарланған. Клипсидрада су тамшылары ямаса ағымы арнаулы бір уақыт аралығын белгілеу үшін қолданылған. Судың белгілі бір дәрежеде толуын ямаса ағуын бақылау арқылы уақытты анықтау мүмкін болған. Бұл құрылма әсіресе түнгі уақытта ямаса құяш көрінбейтұғын шариятларда уақытты өлшеу үшін қолай болған. Ертедегі греклер һәм римліклер клипсидрадан кең пайдаланған. Ол заманауи саатлардан алдыңғы уақытты өлшеудің зәрурлі құралы болған. Бірақ бұл құрылма дәслепкі мәрте греклерде емес, бәлкі айемгі Мысырда, эрамызға шекемгі 1400 жылларда пайда болған. Мысырлықлар ішкі белгілері болған ыдыстан судың басқа ыдысқа ағуын бақылау арқылы уақытты шамалап өлшеген. Мағлұматларды келтірілуінше ол 17 әсірге шекем қолданылған. Кейінірек грек һәм римліклер клипсидраны суд системасында пайдаланған. Яғни судланушының сөйлеуіне ажыратылған уақыт осы су тамшылары арқылы белгіленген. Сонымен біргелікте бұл саатлар ибадатханалар һәм шах сарайларында кең қолданылған. Хаттекі айрым шайырлар һәм философлар лекцияларының давам ету уақытын осы клипсидраменен белгілеген. Грек инженерлері эрамызға шекемгі 3-ші әсірде клипсидраларға тіслі дөңгелеклер қосып көрсеткішті айландыратығын бірінші механизмлерді жаратты. Онамлы тарапы уақыт өтуіменен сұйықлық басымы азаюын компенсация еткен һәм автоматикалық көрсеткіш цилиндр, диск, фигураны әрекетлендірген. Бұл технология эрамызға шекемгі 2-ші әсірге келіп және де құрамаласып, анапхорик су сааты һәмде Рим инженері Витруви суретлеген тіслі дөңгелеклі су саатларында кең қолданылады. Сондай-ақ айемгі адамлар шам арқалы да уақытты анықлаған. Бұл қалайынша дейтұғын болсаңыз, негізінен шамның ұзынлығы арқалы белгіленген. Бұл айемгі Қытайда, әсіресе Тан династиясы дәуірінде кең тарқалған. Бұл апуайы бірақ нәтижелі система еді, яғни ол үшін арнаулы һәм ұзын шамлар белгіленген болып, олардың жану тезлігі тұрақлылықты тәминлеген. Әр бір шам денесінде уақыт аралығын білдіруші арнаулы сызықлар һәм белгілер сызылған. Шам жанып барар екен, әр бір сызықтың жоғалуы арқылы қанша уақыт кеткенін анықтау мүмкін болған. Гип араларында болса металл шарлар жайластырылған болып, олар белгіленген орынға жеткеннен кейін төменге түсер һәм дауыс арқылы уақыт өтуін білдірер еді. Шам саатлары апуайлығы, әр қандай хауа райында іслеуі һәм түнде де пайдалану мүмкіншілігі менен айемгі дәуірлер үшін идеал шешім болған. Олар сарайлар, монастырлар һәм әскери резиденцияларда кең қолданылған. Тағы бір атақлы уақыт өлшеу құралы бұл құм сааты. Оның пайда болуы негізінен су сааты анықрағы клипсидрадан келіп шыққан. Яғни бұнда су орнына құм қолданылады. Оның анық ойлап табушысы белгісіз, бірақ 14-ші әсірде европалылар оны кең түрде қолданыла бастаған. Бұл саатларды уақытында теңізшілер көп қолданған. Себебі теңізде анық уақытты білу бұл жөнеліс бағытын анық білу, анықрағы өмір һәм өлім мәселесі есептелінген. Майя һәм инка цивилизациялары болса уақытқа бүткілдей басқаша қараған. Олар жыл маусымлерін, ай һәм жұлдызлардың әрекетін күзетіп, астрономиялық календарлар дүзген. Олардың календарлары тек қана жыл күнлерін, бәлкі діни дәстүрлер һәм ұру зүрәтлілігін анықлауда қолданылған. Хәтте бүгінгі күнге шекем айрым астрономлар майя календары анықлығынан хайран қалады. Ал хиндлер үшін болса, бұл тамамланбас, тұрақлы, тәкрарланушы процесс еді. Туылу, жасау, өлім һәм тағы туылу. Бұл қараслар хиндуизм һәм буддизмда терең сәулеленген. Алпыслық санақ системасы болса, эрамызға шекемгі 3000 жыллықта шумерлерде ойлап табылған. Кейінінен ол бобилылар арқалы мирас болып өтіп, бүгінгі күндегі саатты 60 минутқа, минутты болса 60 секундқа бөлуімізге себеп болған. Адамлар уақытты қашанға шекем бұндай есаплаған. Ал біз пайдаланып жүрген сааттың дәслепкі көрінісі болса, қашан пайда болған екен деп ойлайсыз. Мағлұматларда келтірілуінше бірінші механикалық саат 1283 жылда Англияда пайда болған. Салисбури қаласында санлар болмаған стрелкасыз механизм дүнияда ізлеп атырған ең айемгі механикалық мінара сааты деп қабыл етілген.
Бұл escapement деп аталып, бұл хақында 1386 жылға тиесілі құжаттарда де тілге алынған. Саат толық қолда күйдірілген темір рамкада жайласқан. Қала халқын уақытпенен таныстырған нәрсе тек қоңырау дауысы еді. Қашан ибадат болады, қашан базар жауылады, һәмме осы сигналға қарап біліп отырған. Орта ғасырларда Европада қала халқының көбеюі меншікті сауданың рауажлануы менен байланысты болып, анық саатларға талапты асырды. Бірақ бұл процесте католик шіркеуі де үлкен ахметке ие еді. Себебі бұл монастырларда қатаң белгіленген ибадат уақытына амел етуді аңсатластырады. Шіркеу жүда бай еді, һәм тек қана ең жақсы қанегелерді жаллау, бәлкі оларды таярлау мүмкіншілігіне ие еді. Себебі сол дәуірде тәлім әйне оның қолында болған. Тек 15-ші ғасырда үй саатлары ғалабаласқан. 1386-1450 жылларда кемінде онлап қалалар Роуэн, Милано, Дубровник мінара саатларын орнатып, социалдық өмірді синхронлады. Нәтижеде құяш саясы дәуірі жұмақланды. Базы бір мағлұматларда алдын Орта Азияда да құяш, су һәм құм саатынан пайдаланғаны айтылады. Алдынлары базада 996 жылда монах Герберт Дауриллац, кейінірек папа Сильвестр II татлы саат жасаған деген рауаят келтіріледі. Бірақ заманауи зерттеулер бұл құрылма су сааты, ямаса Острогов аспабы болғанын, Верге escapement болса 13-ші ғасырға шейін ойлап табылмағанын көрсетеді. Сол себеплі механикалық саат тарихын әйне 13-ші ғасырден баслау іліми норма есапланады делінеді мағлұматларда. Бірнеше 10 жылларда Лондоннан Миланға шекем жүзілген қалаларда бұндай құрылмалар пайда болған. Олар енді құяшқа да, суға да қарап отырмайды. Солай етіп, темірден ісленген бұл механика инсаниятты дәслепкі мәрте күнді һәм түнді шекараланбаған механикалық түрде бөлінбейтұғын уақыт әсіріне алып келді. Питер Хенлейнд атрапында пайда болған Watch 1505 спиралы тикары менен ең ерте іслеп атырған қалталы саат деп тән алынады. Бұл саат құтыларында кіші пружиналы әрекетлер болып, бұл дәуір үшін саат механикасының бірінші қолданылуы есапланады. 1675 жылы Христиан Хюгенс бірінші мәрте баланс дөңгелегіне біріктірілген Higher Spring баланслы спиралды патентлеп, әрқандай жағдайда секунд анықлығын тәминлеген. Оның ұсулы системалы түрде мобил саатларға да енгізіліп, бұл арқылы минутқа шекем анықлыққа ерісіле басланды. Ал енді дүния мемлекетлерінде не үшін уақыт әрқилы деп ойлайсыз? Мәселен, бізде күндізгі 11 болса, Лондонда азанғы 7, ал Токиода болса түстен кейінгі 3. Бұл қалай пайда болған? Һәм оны кім белгілеген? Уақыт өлшеуі негізінен жердің өз оғы һәм құяш атрапында айлануын бақылауға тикарланған. Құяш уақыты жердің құяшқа әрекетіне қарап анықланады һәм ярым түннен баслап есапланады. Бұл орташа құяш уақыты деп аталады. Бұл сызықлар меридианлар деп аталады. Олар өзара 15 градус ұзақлықта шығыс пенен батыс полюслерге қарай тікке жүргізілген. Меридианлар жер шарын 24 саатлық уақыт зонасына бөледі. Уақыт зоналары жер жүзін географиялық аймақларға бөліп, әрбір аймақта бірдей стандарт уақыт қолданылуын тәминлейтұғын система. Олардың әрбірі UTS Coordinated Universal Timeға салыстырғанда мәлім бір офсетпенен анықланады. Әрбір уақыт зонасында жергілікті саат UTS-ге салыстырғанда плюс ямаса минус офсет арқалы белгіленеді. Мына суретке жақсылап қарасаңыз, картаның оң тарапы плюс, ал шеп тарапы болса минус. Яғни сіз көріп тұрған суреттегі минус тарапте уақыт арқада, ал плюс тарапте болса алдында болады. Бұл не үшін шөлкемлестірілген дейтұғын болсаңыз, 19-ші ғасырда темір жол линиялары һәм халықаралық теңіз саудасы рауажланып, әрбір қалада құяш позициясына қарай анықланған жергілікті уақыт алжасқыларға себеп болған. Жер шарының айлануына байланысты қоңсы меридианларда уақыт айырмашылығы 1 саатқа тең. Егер бір меридианда күндізгі 2 болса, 30 градус батысқа қарай 2 саат ерте уақытты көрсетеді. Яғни бұнда қазір 12 болған болар еді.
0 менен 24 меридиан арасында күн менен түннің алмасу сызығы бар. Яғни бұнда уақыт кейінгі күнге өтеді. Жер 24 саатта бір рет айланады. Солай екен, әр саатта 15 дәреже бұрылады. Бірақ оны қай уақытта және қай жерде болатығының кім шешті? Бұл шешім 1884 жылда Вашингтонда болып өткен халықаралық меридианлар конференциясына барып тақалады. Гринвич меридиан жер жүзін 0 градус ұзынлық сызық ретінде қабыл етілген стандарт сызық болып, ол арқалы шығыс һәм батысқа қарай 180 градусқа шекем болған ұзынлықлар өлшенеді. Бұл сызық 1884 жыл 1-22 октябрь күндері Вашингтонда өткерілген халықаралық меридианлар конференциясында 25 мемлекет уәкілдерінің 22-сі дауыс беруі менен тасдиқланған. Тек Доминика республикасы қарсы дауыс берді. Франция һәм Бразилия болса бейтарап болып қалды. Нәтижеде Гринвич меридианынан басланған уақытын өлшеу системасы кейінірек Greenwich Mean Time (GMT) деп аталушы жаһан көлеміндегі стандартқа айланды. Яғни бұл халықаралық конференцияда канадалық инженер сэр Стэнфорд Флеминг уақыт Лондонның сол кездегі бас сауда және кеме қатынасының орталығы болған Гринвичтен басланады деп айтады. Ал басқа деректерде болса, ол 1876 жылда теміржолдағы алжастықтарды шешу үшін 24 уақыт зонасын ұсыныс еткені, бірақ ол конференцияда дауысқа қойылмағаны айтылады. Оның идеялары 1883 жылда арқа Америкада, кейін дүнияда қолданыла бастаған. 1972 жылда GMT орнын Coordinated Universal Time (UTS) иеледі. Сол конференцияда 180 градус меридиан тикарында халықаралық сәне сызығы International Dateline, яғни IDL-да белгіленді. Сол уақытта дүния 24 уақыт зонасына бөлінген болу керек еді, бірақ саясат һәм регионлық қарарлар себеплі жағдай құрамаласты. Мысалы, айырым орынларда әдеттегі толық саат орнына 30 демаса 45 минут артықша офсетлер қолданылады. Заманауи дүнияда әмелде 38 түрлі жергілікті уақыт зонасы, яғни local time қолданылмақта. Бұл санлар идеал 24 саатлық системадан бір қанша артта болып, саяси, экономикалық һәм географиялық шекаралар һәмде ярым сондай-ақ ширек саатлық айырмашылықтар есапқа алғанлығы менен қалыптаскен. Олардың айырымлары UTS-тен 30 демаса 45 минутлық парыққа ие. Уақыт зоналары системасы санаат һәм теміржол тармақларының рауажлануы менен пайда болды. Дәслепкі рет 19 ғасыр ақырында бірнеше регионда стандарт уақыт енгізілген. Мысалы, Россияда 1919 жылда бірнеше уақыт зоналарына бөлінген һәм әр біреуінің жергілікті уақыты GMT тикарында белгіленеді. Тап сондай ақшта тикарығы 5 уақыт зонасы: арқа, орайлық, таулық, Тынч океаны, Аляска. Бірінші жаһан ұрысы уақытында рәсмилестірілген. Бүгінгі күнде көптеген мемлекеттер GMT ямаса UTS-тен бүткіл саат парқын қолдайды. Мысалы, Ұлыбритания GMT +0, Бахарде BCT, Германия UTS +1, жазда болса +2 һәм басқалар. Көптеген мемлекеттерде бүткіл саатлы офсет қолданылады. Мысалы үшін Қытай геосаяси тараптан кең аймаққа ие болса да, бірден-бір стандарт уақыт қолданылады. Сол себеплі Қытайдың батыс бөлегінде құяш песіннен кеш көтеріледі. Ал Россия болса 11 жергілікті зонаға ие болып, ең көп зоналы мемлекеттерден бірі болып есапланады. Сондай-ақ Россияда 2011 жылда жазғы уақыт бекар етілген һәм әзірде жыл давамында үзліксіз қысқы уақыт әмел етеді. ақш-та да әрқилы уақыт зонасы бар. Мысалы, Тынч океаны UTS -8 болса, арқа UTS 5 есапланады. Сондай-ақ олардың айырым бөліклерінде жазғы уақыт та қолданылады. Көпшілік Африка һәм Азия мемлекеттері болса, кемнен кем жазғы уақытты қолдайды. Мысалы, көпшілік Африка һәм Азияда саат алмасуы жоқ. Жаһан картасында бірнеше қағидалы уақыт зоналары бар. Бұлар толық сааттан артықша жүреді. Мысалы, Индия һәм Йеменде стандарт уақыты UTS +5, 30 болып, сары парықта ярым саатлы зона қолданылады.
Уақыт зоналары көбінесе саяси қарарларға қарап өзгеріп тұрады. Мысалы, 2011 жылдың сентябрь айында Самоа UTS -11-ден +13-ке өтті. Нәтижеде ол Австралия һәм Жаңа Зеландияға жақын болу нәтижесінде халықаралық сәне сызығын арттырды. Сондай-ақ жақында Мысыр 7 жылдық тәнепістен кейін 2023 жылдан бастап жазғы уақытты қайта тікіледі. Ал Европа ауқамы болса 2019 жылда жазғы уақытты бекарлауға қарар еткен еді. Бірақ COVID-19 һәм Brexit себеплі бұл жоба әзірше әмелге аспады. Бразилия болса 2019 жылғы Сенат парманынан кейін жазғы уақыттан бүткіллей ваз кешті. Ұлым алғанда уақыттың өзгеруі бұл саяси мәселелерге де байланысты. Құласы сондай гәплер. Енді сіз қайсыздыр мемлекетке сапарға шықсаңыз, ямаса олар менен онлайн ұшырасу белгілесеңіз, не үшін олардың сааты менен алдында, ямаса арқада деген сұрауға жауап таба аласыз. Бүгінгі видеомыз сізге ұнады ма? Және қандай темаларда видео даярлауымызды қалайсыз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше. Айтпақшы, уақытыңызды кетіріп бізді тамашалағаныңыз үшін рахмет.